Келесі 67 тоже. Негізінде жерде мен кітапты аударамын ғой, сол кезде орысша қазақша кім үйреніп жатса маңызы жоқ, өйткені мен барлық сөздерді аударамын ғой. Сондықтан да это и можно и как кто учит казахский, и там русский, поэтому можно всем слушать. Оша, Пагвана, Шри, Радж, Ниша дейді. Я выбрал слова, в которых он дает советы женщинам дейді. Ошоның мен өзім есімде Ом Нама Шивая деген несі бар сөзі. Перевод не помню. Еш молюсь люби кітаптан. Я выбрал слова, ана сөздерді таңдап алдым дейді. Әйелдерге кеңес берген сөздері дейді. Материнство – это самая большая ответственность в мире. Ана болу бұл әлемдегі ең жоғары жауапкершілік болып табылады. Материнство – это большое искусство. Ему необходимо учиться. Ана болу ол үлкен шығармашылық. Бұған және оған үйрену керек. Начинай постигать искусство быть матерью. Ана болудың өнерін, искусство деген өнер бұл жерде, шыңдай түс дейді. Я бы хотел тебе дать несколько советов. Мен саған бірнеше кеңес бергім келеді дейді. Во-первых, біріншіден, никогда не относись к ребенку как к предмету своей собственности. Ребенком нельзя владеть дейді. Балаға өзім иелігімдегі зат секілді қарама дейді ешқашан. Баланы ешқашан иемденуге болмайды. Он входит в мир благодаря тебе, но не принадлежит тебе. Ол сен арқылы өмірге келеді, кіреді, туылады, бірақ ол саған ол сенің еліңдегі зат емес. Ол саған еліңдегі зат емес. Господь использовал тебя как инструмент, как средство, но ребенок не твоя собственность. Құдай сені құрал ретінде пайдаланды, сайман ретінде. Бірақ бала сенің иелігіңдегі зат емес, сенікі емес. Люби его, но никогда не владей им. Оны жақсы көр, сүй, бірақ онымен иелік етуші болма. Если мать начнет владеть ребенком, его жизнь станет несчастной. Егер ана баланы иемденіп кететін болса, оның өмірі бақытсыз болады. Ты разрушаешь его личность, ты превращаешь его просто в вещь. Сен оның жеке тұлғасын бұзасың, оны тек қана жай ғана затқа айналдырасың. Владеть можно только вещью. Можно владеть домом, машиной, но никогда нельзя владеть человеком. Тек затты ғана иемденуге болады. Үй, машинамен, бірақ адаммен ешқашан иемденуге болмайды адамды. Во-вторых, екіншіден, относись к ребенку так, балаға қатынасың былай болсын дейді. Как ты относишься к взрослому, үлкен адамға қалай қарым-қатынас жасайсың, солай қарым-қатынас жаса баламен дейді. Никогда не относись к нему как несмышленному. Ешқашан оған ақыл ойы жоқ, санасыз деп қарама. Проявляй к ребенку глубокое уважение. Балаға терең түрдегі құрметпен қара. Господь выбрал тебя в качестве хозяина. Құдай сені иеленуші ретінде таңдады. Иесі ретінде баланың. Господь вошел в тебя в качестве гостя. Құдай саған қонақ ретінде кірді дейді. Енді очень непросто уважать ребенка. Баланы құрметтеу оңай емес. Очень легко унизить его. Оны төмендету өте оңай. Унижать ребенка легко, ибо он беспомощен. Баланы төмендету
сыйламау өте жеңіл, өйткені ол көмекке мұқтаж, әлсіз. К ребенку нужно относиться с большим уважением, как к взрослому. Балаға өте үлкен құрметпен қарау керек, үлкен ересек адам секілді. Если ты уважаешь ребенка, ты не будешь пытаться навязывать ему свои воззрения. Егер сен баланы құрметтейтін болсаң, сен оған өзіңнің көзқарасыңды итермелеп тықпайсың дейді, жаңағы мен сияқты ойла деген сияқты. Ничего не пытайся навязать ему. Оған ешқандай нәрсені итермелеп тықпалауға тырыспа дейді. Ойларыңды, пікірлеріңді. Просто дай ему свободу познавать мир. Жай ғана оған еркіндікті бер, әлемді тану үшін. Еркіндік. Помогай ему становиться увереннее в этом познании, но никогда не подсказывай ему направление движения. Бұл тануда оған сенімдірек болуға көмектес, бірақ ешқашан оған бағдар беруші болма, кеңес берме дейді. Дай ему энергию, оған қуат бер, обеспечь ему защиту, оны қорға, и безопасность, қауіпсіздігін. Это все, что ему нужно. Оған керек осы ғана. Қайда келдік біз? Пусть ребенок познает мир сам подальше от тебя. Бала сенен алыс жерде әлемді тани түсін. Но, конечно, свобода не исключает ошибки. Әрине, еркіндік деген қателердің болмайды деген сөз емес. Матери очень трудно понять, что, давая свободу ребенку, мы также даем ему право на ошибку. Анаға түсіну өте қиын дейді. Яғни балаға біз еркіндік бере отырып, біз оған қателесу құқығын беретінімізді түсіну қиын дейді. Ребенок должен иметь право делать нечто плохое, неправильное. Бала өте жаман, қате нәрсені, дұрыс емес нәрсені жасауға хақысы болу керек дейді. Помоги ребенку стать осознающим, разумным, но не командуй им. Эти приказы все равно никто не выполняет. Дети просто вырастают лицемерами. Балаға саналы болуға көмектес дейді. Сезетін, саналы, бірақ оны басқарма дейді. Бұл басқарулар бәрібір де ешкім орындамайды. Балалар тыңдамайтын, тәртіпсіз, менменшілік болып шығады дейді. В-третьих, үшіншіден, не слушай мораль, не слушай религию, не слушай культуру, слушай природу дейді. Моральды тыңдама. Моралдық тұрғыда былай, моралдық тұрғыда былай деп айтамыз ғой, соны тыңдама дейді. Дінді тыңдама дейді. Мәдениетті тыңдама, табиғатты тыңда дейді. Хорошо, все, что естественно, даже если тебе заставляет это трудности и хлопоты дейді. Табиғи нәрсенің бәрі жақсы. Тіпті ол саған қиындықтар мен мәселелерге алып келетін болса да. Причина подобных ощущений связана с тем, что тебя саму не воспитывали в соответствии с природой дейді. Бұның себебінің барлығы сен өзіңді табиғатқа сай тәрбиелемегендіктен.
Родители воспитывали тебя как умели, но это не воспитание. Это воспитание не было настоящим искусством любой дейді. Ата-аналар сені бар білгенмен тәрбиеледі дейді. Бірақ бұл тәрбиелеу махаббат, нағыз махаббатпен шығармашылық болмаған дейді. Өнер болмаған ба? Все происходило случайно, не повторяйся старых ошибок. Барлығы абайсызда ойламаған жерден болған. Ескі қателерді қайталама дейді. Пусть обо всем позаботится природа. Бәріне табиғат жанашырлық танысын дейді. Қарасын. Ты нужна лишь для того, чтобы раскрыться природным данным. Сен тек қана табиғи жаңағы табиғи заттардың ашылуына керексің. И так люби, уважай, помогай таким образом, чтобы не мешать ребенку. Сонымен баланы жақсы көр, құрметте, оған кедергі тудырмау үшін көмектес дейді. Кішкене қалдық. Четвертых дейді. Төртіншіден. Когда появляется на свет ребенок, бала әлем дүние есігін ашқан кезде, то рождается не только он, тек қана ол туылмайды. Это лишь одна часть процесса. Бұл процесстің бір бөлігі ғана. Рождается также и мать. Ана да туылады. А заново рождаешься и ты. Сен де басынан туыласың. Ребенок очень сильно влияет на тебя. Бала саған өте қатты әсер етеді. Он обогащает тебя. Ол сені құнарландырады ма? Ты становишься другим человеком, сен басқа адам бола бастайсың. Однажды я слушал, как маленькая девочка, прижавшись к матери, сказала: ты моя боженька. В этих словах звучит сама истина. Мать и отец, зачавший ребенка, боги. Бір күні мен мынандай сөз естідім дейді. Кішкентай қыз мамасын құшақтап тұрып, сен менің құдайымсың деп айтады екен. Бұл сөздерде нағыз шындық. Өйткені баланы жасаған дейміз ба, баланы пайда болуына әсер еткен ана мен әке, ол құдайлар. Ведь зачатие происходит в любви. Өйткені баланың тууы, пайда болуы махаббаттың әсерінен болады. Пусть это будет одним из проявлений любви, влечения, но это тоже часть любви. Тіпті махаббаттардың көрінісінің бір тұсы ретінде жаңағы влечение деген қызу болма, тартылыс күші ғой бір адамға деген. Толық махаббат болса да, бірақ бұл да махаббаттың бір бөлігі дейді. Без любви ребенок не может родиться. Махаббатсыз бала туылмайды дейді күште. Бірақ енді бұған келіспейтін адамдар болуы мүмкін. И чем качественнее любовь родителей, тем качественнее и плод любви дейді. Ата-анасының махаббаты сапалы, қаншалық сапалы болса, соншалықты жаңағы махаббаттың ұрығы бала сапалы болады деген сөз. И чтобы дальнейшая жизнь ребенка также была высокого качества, нужно родителям в дальнейшем проявлять любовь друг к другу все более дейді. Баланың кейінгі өмірі, болашақ өмірі осындай жоғары сапалы болсын десеңіздер, ата-ананың алдағы уақытта бір-біріне деген махаббаты одан да өсу керек, өну керек, сонда балаға да әсер етеді. А ребенку по мере его взросления необходимо все больше дружба,
балаға оның есейген өскен сәтінен сайын достық көбірек керек болады дейді. Только так формируется гармоничный человек. Тек осылай ғана гармониялық тұрғыда адам құрылады дейді, жасалады. Только так родители реализуют свою божественность. Адамдар осылай ғана, тек қана осылай ғана өзінің құдайлығын іске асырады, жүзеге асырады. А иначе события развиваются по пословице, с которой и начинается эта глава, и в которой, на мой взгляд, отражены все вопросы этой темы, причина и следствие данной проблемы. Басқаша болатын болса, яғни махаббат болмаса, достық болмаса, оқиғалар осы тараудың басталғандағы мақалға сәйкес іске асады. Яғни менің ойымша, менің көзқарасым бойынша осы мәселе бойынша барлық мәселелер осы тақырыпта көтерілген, көрсетілді. Себептері, салдары. Материнское сердце в детках, а детское в камне дейді. Ананың жүрегі балаларда, баланың жүрегі таста. Расымен келсем, бір айтады ғой, әрбір жан тууға асыққан дейді. Мынау ойламаған жерден әйелдер көтеріп қояды, немесе той бәрі болады да, 2 жас айырылып кетуі мүмкін, 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін ұзақ өмір сүретіндер бар, бірақ немесе сосын тағы мынандай бір 5 баланы туады да әйел, бірақ күйеуі тастап кетеді, ажырасып кетеді, немесе қайтыс болып кетеді. Жоқ, қайтыс болғанда айтып тұрған жоқпын, именно сол ажырасып кету. Сөйтеді да әйел ренжіп қалады да ер азаматқа. Ренжімей қайтсын, ол қорқады да, өйткені қалай асыраймын деп, баланы. Сосын әйел ренжиді, өйткені сонда мен не үшін тудым баланы деп ойлаймыз ғой. Негізінде әйел шынымен баланы өзіне туады. Бірақ біз оған сенгіміз келмей ма, сондай да. Асырайым деп сенеміз, ер азаматқа сенеміз ғой. Асырайым, бәрі болады деп, несібесі бар деп, бірақ негізінде ол дұрыс емес. Саналы түрде жаңағыдай жоспарлап туу керек. Енді бірақ біреулерде ол болады, біреулерде болмайды. Мысалы, бір баланы туады да, екіншісіне 2 қабат болады, жүкті болады әйел. Өйткені бір баладан кейін егер түсік жасатса, онда келесісін туылмай қалады деген бар да, сосын әйел туа береді. Босануға шешім қабылдайды, сонымен ер азаматмен бірге болса жақсы, болмаса өте қиын жағдайда. Аяққа тұрып кетіп, бала шағасын өмір жаңағы жағдайын жасап, өсіріп, өндіріп, оқуға түсіріп, бәрі әйелдің мойнында болып қалады да. Сондықтан әйел өте ызалы болады ер азаматқа. Енді қазір өзгеріп жатыр кішкене, ер азаматтар алименттерін төлеп, аз болса да қарасып жатыр. Біреулері алимент емес, кәдімгі пәтер тастап кетеді, жаңа ақшасын беріп жатады. Бірақ сонда да әйелдің қасында ер азамат болған кездегі өмір бөлек қой. Бірақ махаббатсыз да өмір сүру дұрыс емес дейді. Яғни балаларға бақытты атаналар керек, атаналардың моделі керек дейді. Сонда олар да кейін өздері бақытты отбасы бола алады, өйткені әке-шешесін бақытты болғанын көрген да. Және де бұл жерде менің айтайын деген, бізде әйелдер расымен өзімізді ұмытып кетеміз.
ойбай бала бала деп. Сосын ана деген бізде өте киелі болып кетеді, чересчур, құдай іспетті. Сосын ер азаматтан ер азамат емес секілді андай жерге теңеп кетеді. ол да дұрыс емес негізі. Бәрі баланста болу керек. Тіпті мына ана тілі неге ата тіл деп айта алмайды. Ата тіл деп айту керек, бірақ ана тіл болып кеткен деп. Ата бабамыздың тілі деп шыққан өйткені бір кісі. Оныкі да дұрыс. Мына жерде сосын жаңағы зорлау мәселесі айтылды ғой. Мұнда да өте үлкен тақырып бұл негізінде. Көбінесе екінші рет күйеуге шыққан кезде, тұрмысқа шыққан кезде әйел мына ер азаматты жаңағы алдында әйелдің балалары болса, мына бұл кісі ер азамат еркек оларға әкесі емес қой. Көп жағдайда сондай зорлық фактілер сол кісілерден болады. Енді мен бәріне топырақ шашпаймын, бірақ абайлап жүру керек. Сосын Зарина ма екен, кім еді, бір блогер бар, психолог сияқты. Сол айтады ғой, ешқашанда ағалы, әпкелі, сіңілі, қарындасты, бала мен қызды қалдырмау керек. Ешқандай жағдайда. Өйткені ешкімге жауап бере алмайсың сен. Не істеп қою мүмкін, Қызды всегда қорғау керек әрқашанда, кішкентай қыздарды. Сосын кішкентай кезінен бастап түсіндіру керек. Ешкімге қол соғуға болмайды. Ішкі киімдерін ұстауға, белінен төмен ұстауға, ол баланы болсын, қыз баланы болсын. Өте соған мұқият болу керек. Сосын рұқсатсыз балаға тиісуге болмайды ешкімнің. Сосын айтады ғой, енді ол тоже үлкен мәселеде тақырып. Бірақ бізден табу ғой қазақтарда. Соны бірақ ол да қазір кішкене дамып келе жатыр. Жаймен айту керек та. Сосын жерде әйелдерге көп жұмыс жасау керек. Күш керек, әрине, қасындағы позитивті тұлғалар керек. Мына бала шағасының әкесі, жаңағы әкелер ғой енді, соған деген құрметті қалдыру үшін ақша бере ма, бермей ма, көмектесе ма, көмектеспей ма, бәрібір ол әкесі болып табылады. Және де ол психологиялық тұрғыда, егер бала, қыз бала болсын, ол бала болсын, әкесіне ренжіп қалса, ол табысына, сосын бір бастаған істі аяқталуына әсер етеді. Егер реніш болса да, сондықтан зачем мне он деп айтады ғой, жаңағы нас спросил папа деп көбісі айтады. Мен оны іздемеймін деп ше, ол дұрыс емес негізінде. Ол әрине оған уақыт керек, кешіріп түсіну үшін, бірақ міндетті түрде соны жасау керек. Егер де босау үшін іштей, өйткені ол өкпе ауруға әкелуі мүмкін, апару мүмкін, құдай сақтасын. Сосын бүкіл жаңағы айналалы адамдарға да соны жаяды да, осылай ойлаған дұрыс деп. Ол дұрыс емес қой негізінде. Просто солай болды. Енді ешкім палашып айтпайды ғой, мына осындай жаңағы үйленген кезде немесе жай ғана кездесіп бала болған кезде. Әйелдерге осы тұрғыда өзін ойлауға, жаңағы көп қазір әлеуметтік желіде оқимын, шаршап кеттім, уборщица болып кеттім, жаңағы не дейді, домохозяйка болып кеттім, не дейді, айқайлағым келеді, бірақ айқайлай алмаймын дейді, жаңағыдай. Өзіне көңіл бөлу керек та, саналы тұрғыда. Жақында бір интервью сұхбат көргім. 8 жасқа дейін ғана балаға тілді де, тәрбиенді бәрін. Менде бар инстаграм парақшамда, по-моему, кім еді аты? Есіме шығып тұр.
короче 8 жасқа дейін ғана үйретуге болады екен да, а одан кейін уже 9 жастан кейін уже бала кетеді екен өзі. Просто бағып қоя бересің, а ол өзі шешіп осылай. И әрдайым түрде баладан оның пікірін сұрау керек, үлкен адам секілді. Мына айтады ғой, кішкентай адам секілді оған қарама деп қай жақтайды? Жаңағы өйткені міне относиться к ребенку как к маленькому дейді, всегда үлкен болып қарау керек дейді. Иә, ешқашан оған жаңағы ақыл есі жоқ, жаңағы ақымақ сияқты қарама дейді. Терең құрметпен қарау керек. Расымен де, мысалы мен де әрқашанда бізге университетте бір апай сіз деп сөйлейтін тұғын, сол кезде біз оған ренжитін тұғымыз. Бірақ кейіннен сол жақсы екенін түсіндім да. Мен де қазір мысалы жалпы әрқашан оқушыларыма сіз деп сөйлеймін, өйткені мен үшін мен оларды тұлға деп қараймын да. Егер де оларға ұнамаса, олар айтады маған сен деп сөйле деп. Сондықтан сіз деп сөйлеймін да. Және де оларға ол қалыпты. Сосын былай пікірін сұрап, иә, төмендетпей. Мысалы менің анам енді теріс оқиғаны айтайын кішкене. Әрқашан унижать мені. Керек кезде нормальныйсың да, керек емес кезде или бір арман орындайын жатқан кезде да у тебя не получится, кто ты такая деп ше солай айтатын тұғын. Да, сен жұмыс табасың да қайтадан шығып кетесің. Осылай істеуге болмайды. Өйткені сен анаңа ғана қарап отырасың да. Енді әке жұмыста болса, немесе бізде әкеміз қайтыс болып кеткен, и ол саған солай айтады да, и сен ойлайсың, расымен де егер анам осылай айтса, значит ол сол дұрыс деп ойлайсың да сен ше. И вот на самом деле это не так. Но я все әрқашан сенгем. Өйткені мен жақында адамдарым қасында алғыс білдіремін сол кісілерге. Өмірдің жақсы екенін, ақ екенін көрсеткен да. И мен түсінбейтін тұғым, неге мама солай айтады. Еще маман айтқаны болады ғой. Өйткені ол сенің жақын адамыңда, и он энергетикасы беріледі, и то, что она говорит, сбывается. И вот все время не сбывалось, увольнялась, без денег оставалась, солай. Жаңағы не, енді ажырассаң шалға тие сал, кім алады сені, осылай ше. И сен өзіңді ойлайсың, өлгің келеді негізінде. До такой степени унижать етеді да сен ше. Сосын сенің бауырларыңды унижать етеді сені. Өйткені мамаң сені құрметтемейді да, уважатпейді. Енді бірақ мен одан зұлым болып кеткен жоқпын. Және ол мен жұмысыма әсер етпейді. Мен керісінше қалай айтсам екен, мен жұмысымда мүлдем сезім былай неғылмаймын. Өйткені оған менің қақым жоқ. Менікі тек қана сабақ беру, солай көмектесу балаларға, үлкендерге. Ал жеке мәселелеріне, жеке шекарасына өтуге мен қақым жоқ. Сондықтан енді былай жалпылама кеңесті берем. Және де адамгершілік болмаған кезде, шындық болмаған кезде, справедливость болмаса, иә, сол кезде мен шырылдау мүмкін. Ал былай бала өздерінің құқықтарын қорғау үшін, немесе жалпы адам, иә, кейде үлкен әйелдер болғанда қыздар күйеуге шыққан өздерінің өмірлерін айтады, ол да арамызда қалады әрқашан. Отбасылық жағдайда сонда тоже адекватты түрде кеңес беруге тырысамын, егер қабылдаса, дайын болса. Және де ешқашан ажыраспауға, мейлінше ер азаматмен сөйлесуге, көруге, солай да. Сосын тіл мәселесінде тоже айтамын.
көп ересектер ұялады сөйлеуге, сосын қорқады сенімді болуға, иә, сол сияқты. Бәрібір де отбасындағы жағдай тура болмаса, жеке өмірі тура болмаса, адамда жаңағыдай реализация дейді ғой, жұмысында, өзінің бизнес іс-әрекетінде өсу баяу болады да. Сондықтан да барлықтарында барлығы жақсы болсын, ойдағыдай болсын деген ниетпен аяқтаймыз 69-шы бетті. Давайте пока, ты моя боженька дейді. Балалар негізінде өте күшті ғой. Мына есіктің алдында жүрсең, даже кішкентай қыздар балалар болса, бүйде маған деп сол сияқты танымаса ұялып қалады еще тағы да. Махаббатта туылған балалар бірден білінеді, жаңағыдай күліп сөйтіп жүреді. Ал грустный балалар бір махаббат жетіспеген, уже 4-5-терде уже күлмейді бала, өйткені ата-ана ұрысып тастағанда оған ше. Енді оған да оңай емес, бірақ сонда да ұрыспауға, тыйым салмауға, енді тыйым салма мәселесі де кейде шектен шығып кетіп, автобуста аяқ киіммен шығып жатқан балалар сол себепті. Енді бұл мектептерде егер ата-ананың уақыты болмаса, этика, әдеп, мәдениет, өз-өзін ұстау, қоғамда өзін ұстау, қалай сөйлеу керек, соны үйрету, сабақ қайтадан кіргізу керек. Өйткені әрбір бала қоғамның бөлшегі, және де әрбір бала орны бар. Сол бала қарап басқалар өседі, сосын сол бала теріс әрекеттерге апаруы мүмкін басқаларды, иә, жалпы. Сондықтан барлық балалар тәрбиелі, әдепті, мәдениетті болса, болашағымызда жарқын болары анық. Давайте.